Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hamdan hamda ve şükran lehu şükran şükra. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hürmetli Müslüman kavim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'nin Bakara suresinde onun 183. ayatında ey iman keltirgендер, sizlerden burungularga parız bolgандай sizlerge de oраза parız boldu dep ayat keltirет. Mine бұл ayat oраза әрбір musulman бұл аятқа қарап ораза тұтуы парыз болып қалады екен. Оразаның тарихына зер салатын болсақ, ораза пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мәдинаға хижрат қылып қоныс аударғаннан кейін 2 жылдан кейін, тарихшылардың дәлірек айтқанында 18 айдан кейін парыз болыпты дейді. Содан бері пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмірінде бар жоғы 9 ораза тұтады. 9 оразаның 5-еуін 29 күннен, қалған 4-еуін 30 күннен тұтады. Және бұл әңгімемізде біз оразаның маңызы, оның ішкі жан дүниесі туралы және оразаның біраз үкімдері жайында тоқталып өтуді жөн көрдік. Ораза исламдағы үлкен 5 парыздардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Алла Тағала әрбір іске сауап жазады, және әрбір іске сол сауапты жазушы болған періштелерге бұйырып отырады. Алайда оразаның сауабын жазбай-ақ ораза тұтты деп маған қойыңдар деген екен. Өйткені ораза өзіндік бір маңызды көп бір тәрбиелік жайттарды өз ішіне қамтиды екен. Көз алдыңызға келтіріңізші. Қиямет күні Алла Тағала бұйырғандай бір періште қолына, енді бұл мысал ғой, енді бір калькулятор алып, бір қолына қағаздарға әркімнің тізімдерін жазып, тізім бойынша шақыртып жатса, және арқасында бір үлкен қойма тола сауап болса, сол сауапты әр адамның жазғаны үлестіреді делік. Бір адамды шақырып алып келеді. Не істедіңіз? Ораза тұттыңыз. Оразаңызды былай қоя тұрыңыз. Намаз оқығаныңызға пәлен сауап, садақа қылғаныңызға пәлен сауап, жетім жесірге жылы қарағаныңыз үшін төлен сауап, мынандай іске пәлен сауап деп, жасаған жақсы істерін бәрін біртіндеп айтып, сауаптарын жазып, есептеп, сізге міне пәлен сауап деп берсе, бірақ оразаға келіп, кешіріңіз, біз оразаны есептей алмаймыз. Мұны Алла Тағала менен тікелей сөйлесіңіз десе, қандай болар еді? Бұл әншейін ғана мысал. Ораза осынша үлкен сауапқа қалады. Оразаны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп те баяндайды: бір күндік Алла үшін тұтылған ораза адамды 40 жылдық дозақ жолынан ұзақтастырады дейді. Сол үшін оразаны әрбір адам жақсылап, асыға күтіп, оны жүрегімен түсіну керек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде былай дейді мешітке келіп: кейбір оразашылар бар, Алланың құзырында аш жүргеннен басқа еш нәрсені таба алмайды деген екен. Өйткені ораза тек қана аш жүру емес екен. Таңнан кешке шейін құр
су менен тамақтан өзін өзі тосып, өзін өзі қинап ашыру емес. Ораза өзіндік ішінде тола бір мән менен мағынаға бай болған құдіретті бір құлшылық болады. Ораза біріншіден адамды сабырлыққа тәрбиелейді. Екіншіден күнәдан тыйылуға тәрбиелейді. Ойлаңызшы, алдыңыздағы ас, су, нан, барлық нәрселер адал, бірақ Алла тағаланың бұйрығымен сіз сол адал нәрседен де баз кешуіңізге тура келеді. Алла тағала айтты, бітті. Мен нан адал болса да мен содан тоқтауым керек. Су адал болса да мен соны ішпей тұра тұруым керек. Өйткені Алла бұйырды. Ал енді ойлаңызшы, сіз күндізден кешке дейін адал болған нәрседен өзіңізді тоқтатсаңыз, бірақ күнәдан өзіңізді тоқтатпасаңыз, бұл қалай болғаны? Алланың адал қылған нәрсесінен тоқтап, арам қылған нәрсесінен тоқтамау, бұл оразаның мағынасына мүлде сай келмейді. Сол үшін пайғамбарымыз айтқан, көп адамдар Алланың құзырында тек аш жүргеннен басқа еш нәрсені таба алмайды дейді. Өйткені біреуді ғайбаттайды, біреудің арқасынан жаман сөйлейді, біреуге жалған сөйлейді, өзінің баяғы істеп жүрген күнәларынан бәрібір тыйылмайды. Бұл оразаның мәнін бұзып, оны түсінбеген адамның ісі. Ораза сабырлыққа баулайды дедім. Өйткені ойлаңызшы, ораза айында бір адам ораза тұттым деп таңнан кешке шейін, ауызашар уақытына шейін ұйықтап жатуы оразаға өте қатты нұқсан келтіреді. Оразашы адам өзінің тіршілігін ешқашан тоқтатпау керек. Мен ораза тұттым деп арнайы бір төсекке жатып алып, үйдің барын қараңғылап жатып алу керек емес. Оразашы адам күнделікті қандай тіршілікте сол тіршілігін жалғастырып, әрі оның жанына ораза деген жүкті артып алу керек. Міне сонысымен ораза Алланың құзырында ұлы болады. Алла айтады, ей періштелер, сіздер естеріңізде болса керек. Мен адам баласын жаратам дегенде, жаратпа, олар күнә қылады деп айтқан едіңдер. Міне, мен бұйырып едім, адал қылған нәрселерінен де тыйылып, сол тіршілігін әрмен қарай жалғастыруда дейді. Сол үшін біз ораза тұтар екенбіз. Оның қадірін жөнді білуіміз керек. Көп адамдар бар, ораза айының қадіріне де жетпейді. Ораза өзіндік бай болған, құндылыққа тола болған ай. Біріншіден, ойлаңызшы, егер бір адам сауда қылып жатса, мәселен, құрылыс заттарын сатушы адамның саудасының жүретін уақыты, енді біздің тілде заманымыз бойынша айтылатын уақыты сезон дейміз. Ол кісінің уақыты сауданың қызған уақыты, жаз ай, өйткені барлық құрылыс қылады. Қыстық киім-кешек сататын, қалың киім-кешек сататын адамның уақыты күн суыған уақыт. Осы уақытта әлгі адам барынша ұмтылып, заттарын бәрін жақсылап алып келіп, өткізіп қалуды әрекетін қылады. Қалам, дәптер және сол сияқты канцелярлық түрлі тауарлар сататын адам болса, сентябрь айына, қыркүйек айына жақындау келіп, саудасы жүреді. Біз адам болсақ, өмір бақи бір аңсаймыз ғой бір нәрсені, жәннатқа кірсек, күнәміздің барлығы кешірілсе дейміз, рухани жағынан әлбетте. Осы рухани жағының байлығын бай болу рухани жағынан. Және бүкіл күнәнің кешірілуі міне осы ай, сезон айы болады. Алла тағала айтады екен, кімде-кім мен үшін иман менен, сабырлық менен ораза тұтатын болса, оның бүкіл күнәсі теңіздің көбігіндей болса да кешіремін деп. Оны құптап пайғамбарымызда бірнеше хадистер айтқан. Соның біреуі, «Мән сама рамаданан иманан вахтисаба, ғуфира лаху ма тақаддама мин замбих». Кімде-кім Рамазан айын иман менен, төзімділік менен, қараңыз, оразаға төзімділік керек, және иман керек. Иман дегенді көп адам ойлайды.
бұл әшейін жүректің пәктігі деп. Жоқ, бұл жерде бірінші Алладан қорқыныштан басталады. Сол Алладан қорыққан адам ғана жүрегін пәк қылып ұстай алады. Иман менен және төзімділік пенен ораза тұтса Рамазан айының барлығын, ол кісінің күнәсінің барлығы кешіріліпті деген. Және айтады: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин дамби." Яғни кімде-кім Рамазан айында тарафы намазын 20 ракағат болады. Сол үшін пайғамбарымыз айтады: иман менен және сабырлық пенен дейді 20 ракағат намаз оқу ауыр болады. Сол 20 ракағатты оқып үзбейтін болса, ол адамның бүкіл күнәсі кешіріліпті дейді. Қараңызшы, сіз көз алдыңызға келтіріңізші, бір адам уақыты кеп тұрған нәрсені істей алмаса, сіз оны не дейсіз? Ашық ауыз дейсіз бе? Мәселен, біздің күніге теледидардан тамашалайтын, көпшіліктің қызыға көретін теңбіл добын алайық, футбол. Бір адам тура қақпашыны алдап өтіп, бос қақпаға доппенен жүгіріп келіп, оралмай қисық тепсе, не дейсіз әлгі адамға? Ой, дейсіз ғой. Бос тұрған үлкен 3 метрлік, 4 метрлік қақпаға бір кішкентай допты теуіп кіргізе алмаған не деген ашық ауыз дейсіз ғой? Сол сияқты егерде кімде-кім осы ораза айының қадірін білмей, оразада ораза тұта алмастан, өзінің бүкіл күнәсін қайтадан келесі жылға шейін арқалап кетсе, нағыз ашық ауыз сол болған. Осы ораза айы бүкіл күнәңізден тазарып қалатын ай. Ораза айы Құран айы екен. Құран түскен ораза айында. Сол үшін тағы да бір нәрсе бар. Ол біздің Құранның мағынасынан, Құранды түсінуден алшақтап кеткендігіміз. Құранды бізде қазір өлікке оқимыз. Құран оқы деген сөз, ол өлікке оқу деген сөз. Бір арнайы бір нәрсеге оқиды, бірақ бәрібір өлікке оқылады. Қызықшылыққа оқылса да өлікке бағышталады, сонымен бітті деп ойлаймыз. Құранның түпкі мақсаты жойылып бара жатыр. Құран-ы Каримде айтады: "Афала ятадаббарунал Qur'ана ам фи қулубихим ақфалуха." Ол адамдар қызық екен. Құранды ойлап, оған пікір жүгіртпей ме, әлде олардың жүрегінде құлып бар ма дейді. Жүрегінде құлып бар адам, пайғамбарымыздың түсіндіру бойынша, ақ пенен қараны, адал менен арамды, жақсылық пен жамандықты ажыратамайтын қап-қара болған қара жүрек адам екен. Тек сол адам ғана Құранның қадірін білмейді дейді. Біз, Құдай сақтасын, осындай халге бара жатырмыз. Пайғамбарымыз тағы да бірде айтып кетеді: қияметке жақын бір қауым болады. Олар Құран оқиды, бірақ оқыған Құраны олардың көмейінен ары қарай шықпайды дейді. Яғни жүрегінен шықпайды, құр көмейінен шығады да кете береді. Тамағынан ары қарай өтеді, болды. Жүрекке жетпейді. Бұл деген сөз, Құранды түсінбестен, әншейін оқып, оны өліктерге бағыштай салу. Құранды рас оқу сауап болады. Біз сол Құранды оқығанның сауабын ғана өліктерге және тірілерге де бағыштасақ болады. Ал бірақ Құранның мағынасын Алла тағала тек өлген адамдарға оқу үшін емес, бәлки осы біздің өмірлік тіршілігімізге пайдалану үшін жіберілген. Көп адамдар Әлхамды деген сүрені біледі, Фатиха сүресін. Құл хуалла деген Ықылас сүресін біледі. 4 ауыз болса да Құран білеміз ғой деп жүрген жерінде оқып жүреді. Бірақ оның мағынасы не десе, ары кетсе аударма Құрандардан аударып, орыс, қазақ, басқа тілдерден аударып алып, мағынасын мынандай деп айтып береді. Бірақ егер сол сұрақтың жалғасын айтып, егер осы Құранды осынша оқып, оның мәнісін бір жерден аударып алып түсініп жатсаңыз, сіздің өміріңізді осы Құран өзгерте білді ме?
Сіздің өміріңізге осы Құран қандай әсер етті? Мәселен, жаныңызға бір адамды қояйықшы. Ол құл-ху-алланы білмейді. Әлхамдыны, Фатиха сүресін білмейді, оқи алмайды, оның мағынасын түсінбейді. Сіз түсінесіз, білесіз. Екеуіңіздің не айырмаңыз бар десе, жауап қайтара алмас еді. Өйткені ол Құранды қанша өзінің жақын тіліне, бір жақын тілменен, орыс, не өзбек, не қазақ, не басқа тілдерменен оқып жатса да, оның түпкі сырын жетіп ойланбайды. Неге Алла тағала Құран-ы Кәрімде былай депті? Не үшін былай деп тіл қатты? Мен сонда не деуім керек ол үшін? Не істеуім керек деген сөзді жүрегіне алып келіп, соны ой қылып салып, сол өзімен өзі сырласу деген нәрсе әрбір мұсылманның жүрегінен алшақтап бара жатыр. Еш болмағанда осы ораза айында үйге бала-шағаға көбірек Құран кассеталарын алып келіп қойып, оны естіріп, оның аудармаларын алып келіп оқып, соларға қызығу, соларға ой салу, әрбір семья басының, әрбір семьядағы мүшенің мойнындағы өзінің семьясы үшін арналған бір парызы, борышы деп есептеймін. Сондықтан ораза айы Құран айы. Ораза айы келгенде көп ғалымдар, көп ұлы кісілер бүкіл істерін азайтып, Құранды көбірек оқуға әрекет қылған екен. Құранға арналған уақытты көбейткен екен. Ал біз ораза айында жылдан жылға, Құдайға шүкір, ораза тұтушыларымыз қанша көбейіп бара жатқанымен де, Құранның әлі де болса мағынасына, оның түбіне жете алмай бара жатырмыз. Неге? Енді тоқтап, әрмен қарай емес, мына адасқан жолымызды тоқтатып, осы киелі Рамазан айында ақылымызға келіп, Құранға деген жүрегімізді ашатын уақыты жеткен шығар. Құранды көп адам Құран шейін оқиды. Оның түбіне бірме-бір отырып, Құран менен өмір сүріп көре алмайды. Еш болмағанда Құран менен 1 сағат өмір сүріп отырып көрсе, Құранның түпкі сырын Алла тағала жүрегіне құйып берген болар еді. Оған Алла тағала айтады: кім біздің жолымызда әрекет қылып жүгірсе, біз оны өзіміздің жолдарымызға бастап тура жолға салып қоямыз дейді. Сол үшін Құранды осы Рамазан айында әлде қайда басқа айлардан көрі көбірек оқып, көбірек аудармасын оқуымыз қажет болады. Еш болмағанда жылына 1 рет Құранның мағынасын оқып, оны түсінуге әрекет қылсақ, әрбір мұсылманның Алланың алдында болған бір борышы өтеліп қалар ау деп ойлар едім. Ораза айы осындай маңызға толы ай. Ораза айы бүкіл күнәдан тоқтатылатын ай. Ғайбат сөздер, өсек өтірік, көре алмаушылық, тәкаппарлық, халықтың арасындағы осы сықылды, басқа да кеселдіктердің, дерттердің, жүрек дерттерінің барлығын алып тастап, еш болмағанда 1 айға сол аурулардан айығатын бұл салауаттылық, жүректің тазалық айы. Бір адам бүкіл ораза бойы аузындағы боғауыз балағат сөздерін тоқтатып, жамандау сөздерін 1 ай бойы тоқтатса, сол айдың әсері оған басқа айларда да әсер етеді. Бірнеше айға тоқтар еді. Жылына еш болмағанда басқа адамдарға зияны азырақ келетін болар еді. Пайғамбарымыз айтады: мұсылман деген өзгелерге тіліменен және қол аяғы басқа жерлеріменен зияны жетпеген адам деген екен. Нағыз мұсылман сол адам болады. Міне ораза айы адамды осы нәрсеге тәрбиелейді. Өйткені пайғамбарымыз айтады: оразада ешқандай ұятсыздық, арсыздық және осы сықылды адамның жүректің тазалық, қасиет, құндылықтарын жоқ қылатын барлық нәрселерді бітіретін ай екен. Сондықтан ораза айы осынсыз өтуі керек екен. Пайғамбарымыз тағы да айтады: ораза айында пасықтық, залымдық деген нәрселер жоқ.
Егер сізге бір адам жанжалдасып, айғайлап жатса, мен оразамын деп оған жауап қайтыңыз дейді. Яғни мен оразамын. Маған жанжалдасып, бір адамның көкірегіне қаяу салып, жүрегіне реніш салып, ренжітуіме болмайды. Мен оразашымын. Маған балағат сөздер айтып, қалай болса солай жүруіме болмайды. Мен бүкіл адамдық қасиетті сіңдірген нағыз мұсылманмын. Мен оразашымын деп айтып жүріңіз деген екен. Қараңызшы. Ораза айының пайдасы бұл әншейін бір жағынан адамзатқа деген пайдасы ғана. Ораза бұл сіздің ақырет қалтаңыздың, ақырет дорбаңыздың ең үлкен ғанибет, олжа білетін сауап істердің бірі. Оразаның қадірін білгендеріңде еді дейді пайғамбарымыз. Аллахым, бүкіл айдың барлығын Рамазан қылып қой деп Алладан жалынып, жалбарынып сұраған болар едіңіз деген екен. Ораза өзіндік бір үкім болғандықтан, исламдағы ең үлкен парыздардың бірі болғандықтан, оған шариғатымыздағы, әсіресе шариғат мектептеріндегі біздің елде кең тараған имам Ағзам Абу Ханифа мазхабы бойынша тоқталып кетуге де уақыт табуымыз керек деп ойлаймын. Біріншіден, ораза әрбір денсаулығы бар ер және әйел балағат жасынан асқан, яғни әйел кісіге 9 немесе 12 жас, ер жігітке 12 немесе 15 жас аралығына адам балағатқа жетеді. Міне осыдан асқан әрбір адамға парыз болады екен. Ораза айы кейде 29, кейде 30 күн болады. Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтады. Шағбан айы, яғни оразадан бұрынғы ай. Шағбан айы 29 күн болғанда кешке таяу, шам уақытына таяу шығып, айды бақылаңыз дейді. Айға қараңыз. Егер айды көрсеңіз, онда ораза тұтыңыз ертеңнен бастап. Ол кезде Рамазан 30 күн болады. Ал егер Шағбан айы батып кеткеннен кейін, 29-нан кейін, Рамазан айы әлі де көрінбесе, яғни өлі әрі қарай созылса, Шағбан айын 30 күн қылып толтырып, содан кейін айды көрсеңіз де көрмесеңіз де Рамазан айы басталды деп ораза тұтасыз дейді. Ол кезде Рамазан айы 29 күн болады. Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан бұл хадистеріне қарай, әрбір мұсылман адам осы уақыттарда барып айға қарайды. Егер күн бұлыт болып тұрса, айға ұқсас бір нәрсе болып көрініп тұрған болса, оған бір адамның куәлігі жетеді. Мен ай көрдім, міне тұр ай деп айтса, қалған адамдар мұны естумен ораза тұтады. Ал егер күн ашық болса, оған 2 адам куә болуы керек болады. Және бұл істі мешіттегілер және муфтияттағылар бұған әлде қайда жетік хабардар, сол үшін оны халыққа жайып, оны хабарлау осы кісілердің де бір жағы мойнында. Бірақ тек қана бұл кісілердің мойнына салып қойып бұл нәрсені, болды осы кісілер жауап береді деп өзімен өзі болу, бұл да дұрыс емес. Дінге әрбір мұсылман адам үлес қосуы шарт болады. Және мұсылман ораза айының басталуын осы ай көруден бастаған менен де, ораза айының ниеті түннен бастағаны абзал болады екен. Кешке жақын, кеш қайта ымырт жабыла, Аллахым, мен ертең Рамазан айын ораза тұтып шыққанды ниет көріп, сенің ризалығыңды тапқым келіп отыр деп ниет білдірсе болғаны. Ниетті әрбір күнге осылай кешке таяу айтса болады, немесе Рамазан айының басында бірден, Аллахым, мен осы Рамазан айының барлығын толық тұтып шығуды ниет қылдым десе, жеткілікті болады екен. Және ниет қыла алмаған адам оразада өз ниетін күндіз, күн тіке тұрғанға дейін ниет қылуына болады екен. Ораза айы таң атқаннан кеш батқанға шейін тұтылады.
ораза тұтылады осы айда. Ораза тұту дегеніміз ішіп жеу және жыныстық қатынастың барлық түрлерінен тыйылу екен. Тағы да бұл тыйылу өзінің уақытына қарай, яғни таң атқаннан. Таң дегеніміз екі түрлі болады. Субху кәзиб ва субху садиқ. Жалған таң және шын таң. Жалған таң дегеніміз бұл күн шығыс жақтан, егер көкжиекке жақсы бақылаған адам білет, таң ата бере бір таң тіке бозарады, вертикально, яғни тіке, түк ұзын сәуле беріп қызарып ағарып шығады. Міне, бірақ бұл таң түлкі таң деп аталады, немесе жалған таң дейді. Өйткені бұл таң бар жоқ 15 минут қана созылады. Яғни 15 минут қана жаңалдегі әлгі жарық көрініп тұрады да 15 минут уақыт өткеннен кейін ғайып болады, жоқ болады. Және содан кейін дәл сол уақыт өтеді. Яғни тағы да 15-20 минут өткеннен кейін барып екінші таң атады. Бұл таң субху садиқ, яғни әсіл шын таң деп аталады. Бұл таң атқанда көлденеңнен жарық пайда болады көкжиекте. Міне осы таң атқанға дейін деп айтылады Құранда. Осы екінші таң атқанға дейін тамақ жеп болуы керек әрбір адам. Пайғамбарымыз бұл тамақтың атын сәресі деп атаған. Және пайғамбарымыздың айтуы бойынша сәресіні уақытылы жеп тұру бұл берекеге келтіреді дейді. Ал енді оразаны тұту уақыты бітер кезі ол күннің ұясына енуімен ақ ораза бітеді. Бір адамдар мұны әлдеқайда қаттылық қылып, күн ұясына батып кеткеннен кейін де жарты сағаттап та күтіп отыратындарын естіп жатырмыз. Бұл әлдеқайда шариғатымызға дұрыс келмейді. Және өзін бірлерлікпенен шариғатқа дүмшелік жолды салып жатқандардың бірі болады. Бұл өте қате пікір. Сондықтан күн ұясына батуы менен ауыз ашуымыз керек. Және пайғамбарымыз бұл туралы айтады. Менің үмметім күн батуы менен ауыз ашуды тездетуі арқылы өзінің ішінен жақсылығын, қайырлылығын жоғалтпайды. Мұнан алатын мақсат, кімде-кім күн батуы менен ауыз ашуын тездетпесе, жүрегінде қайырлылық қалмайды дегенге де келеді. Ал енді бір адам жолда жолаушылап бара жатып, ауыз ашар уақытында жолда болып қалды. Бірер уақыттан кейін үйіне жететін болса, ол ниетпенен де ауыз ашса болады. Бұл жерде мақсат күн батуыменен қолын жайып, Аллаға дұға қылып, Құдай, Алла менің осы күнгі оразамды қабыл қыл, мен оразамды аштым деп айтса болғаны. Оразашы ашық болып есептеледі екен. Және бұл жерде қосып кететін нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Оразашының ауыз ашар уақытындағы дұғасы, тілегі тоқтаусыз қабыл болады екен. Осыны әрбір адам есте тұтқаны жөн. Ауыз ашар уақытында жүрегіңіздегі қалаған тілегіңізді айтсаңыз, Алла тағала орындайды. Сол үшін сіздің алдыңызда бүкіл Рамазан айының тілегі жатыр. 29-30 күн бойы тілеңіз, қалаған нәрсеңіз сұраңыз, Алла мен тоқтаусыз қабыл қыламын деп сөз беруде. Енді оразаны бұзатын істерге келейік. Оразаны әлбетте бұзатын істер ол әдейі ішіп жеу және жыныстық қатынаста болу. Үшінші айтатынымыз бұл осы екі іске қосымшасы. Яғни ішіп жеуге ұқсас нәрселер. Ол ине салдыру. Бұл жерде ине салдыру дегенде укол немесе соған ұқсас капельница, тамдыратын басқа да нәрселер. Яғни адамның ішіне, миына қандай да бір затты енгізу бұл оразаны бұзады. Егер бір адам әншейін ине салдырса, қарапайым алтын ине деп жатамыз немесе. Мұндай емдік жолдары оразаны бұзбайды. Тағы да бұл жерде қосатын нәрсе, оразада макрух болатын нәрселер. Оразада макрух деген сөз қалаусыз болған нәрселер, ұнамсыз болған нәрселер. Олардың бірі мисуактан басқа нәрсеменен ауыз
шаю немесе жуу. Мұның жанында тіс пастасы, тіс щеткалары кетеді. Бұл нәрселерді пайдалану оразада мисуактан басқаны, ораза ауыз бекіткеннен кейін пайдалану макрух, яғни қалаусыз, ұнамсыз деп есептелінеді. Және ұнамсыз деп есептелінетінің бірі балағаттау, аузын жаман сөздерден тыймау, күнәдан тыйылмау, әрі өзін оразашымын деген мененде ораза тұтқан адамға ұқсамай жүру. Міне осы нәрселер оразада ұнамсыз деп есептелінеді. Оразада бұзбайды оразаны. Дұрыс деп есептелетін нәрселер бұл денесін майлау, өзінің түкірігін толтырмастан қарапайым жұту, ауыз толтырмастан құсу, ұйықтау, амандасу және басқа тіршіліктер оразада дұрыс болып есептелінеді. Әрі кішкентай баланың бетінен сүюге және басқа өзінің ағайын туыстарының жанында бетінен сүюге де болады. Тек әйел кісілер, ер кісі әйел кісіні сүйген кездерінде бұл кезде абайлау керек. Егер бір адам осы жайтты, осы істі сенімсіздікпен істейтін болса, ол кісінің ісі макрух болады. Ал егер сол істеу барысында жалғасы кетсе, онда ол кісінің оразасы да бұзылып жатады. Сонан соң оразада істеу жақсы деп есептелетін нәрселер бұл Құран оқу, сауап істерді көбірек істеу, зекет садақасын беру, садақалары беру, білім оқу, Аллаға көбірек жалбарынып кешірім сұрау сияқты қайырлы істердің барлығы оразада өте сауабы еселеп көбейіп жатады. Енді оразаның кейбір жайттарына тоқталсақ, бір адам ораза тұта алмаса, денсаулығы барысынан, не жол сапардың ауырлығы барысынан тұта алмаса, ол кісі сапарынан оралуымен, денсаулығының жақсаруымен ораза тұтып береді. Күнге күн тұтады. Әйел кісілердің ішінде де жаңа босанған әйел, емізуі баласы бар әйел, яғни айына бір рет етеккір келетін әйелдерге осы уақытта ораза тұтуға тыйым салынады. Және ол кісі өзінің өткізген күндеріне басқа уақытта бір күннен бір күнге ораза тұтып береді. Және тұтқан оразасын әлбетте 5 күн, 6 күн оразам қаза болды, енді 5 күн, 6 күнді тоқтаусыз тұтам дегені дұрыс емес. Арасын үзіп жеке-жеке тұтса да рұқсат беріледі. Және бұл жерде қоса кететін нәрсе, қайсы бір адам егер жазылмастай бір дертке душар болса, Құдай өзі сақтасын әлбетте, ол кісілерге немесе өте қарттық есебіменен, денсаулығының көтере алмау себебіменен ораза тұта алмаса, ол кісі фидия деген садақа береді. Яғни әрбір күніне 2 келі бидай есебінде садақа қылады. Немесе одан ең жеңілдеуі 30 мискинді әрбір күнге 1 мискин. Бір кітаптарда айтылу бойынша әрбір күнге 2 мискин, яғни 2 бейшара адамды тағамдандырады. Міне осы арқылы өзінің мойнындағы оразасынан Алла тағаланың алдында пәк болып шығады. Енді оразаға тағы бір қосатын нәрсе пітір садақасы. Пітір садақасы араб тілінен фитр дегеннен алынған, оның мақсаты тазалық, пәктік дегенге келеді. Әрбір зекет парыз болған адамның пітір садақасын беруі уәжіп болады. Қалған адамдарға мұстахап болады. Сондықтан әрбір жағдайы келген адам пітір садақасын бермей кетсе күнәһар болады. Және жағдайы нашарлау болса да беріп жатса, сауаптың ең ұлығын іліп кеткен болады екен. Пітір садақасы берілу мөлшері ол 2 келі бидай есебінде болып есептелінеді. Және бұл жерде айта кететін нәрсе, пітір садақасының берілген ең сауапты уақыты намаз уақытына, айт намаз уақытына сәл бұрын ғана кіре берісте беріп кеткені. Және ораза айының басқа уақыттарында беріп кетуі арқылы да өзінің мойнындағы пітір садақасын өтейді.
Ораза жайлы әлбетте мәселелер көп. Әйтсе дағы уақыттың тарлығына қарай біз көпшілік арасындағы кең тарқаған үлкен сұрақтарға тоқталып өтуді жөн көрдік. Соның біреуі оразада үйленуге болмайды, оразада той қылуға болмайды деп жатқан сөздер. Бұл сөз әсіл түбі 70 жылдық тоқырау заманда шыққан болуы керек. Себебі ораза айында жұртшылық ораза тұтқан кезде күндіз адамдардың тағам жеуі дұрыс емес нәрсе. Ораза айына деген құрметсіздік болып есептелінеді. Әсіресе той қылып көшеде тағам жеу. Сол үшін болса керек, той қылмаңдар, үйленбеңдер дейтіні. Ал бірақ оразада үйлену ол рұқсат етілген нәрсе. Әйтсе дағы, ораза айының киелілігі үшін ораза айында біздің тойларымыз арақсыз өтпейді. Бәрібір арақ қоямын деп жатқан адамдар болса, оразаны өткізіп барып, той қылғаны жақсы болады. Бұл оразаның құрметі үшін. Және тағы бір тоқталатын нәрсе, көпшілік адамдар оразада намаз оқымастан ораза тұту қалай болады дейді. Біреулер оны құптап жатады, біреулер оны даттап, жамандап жатады. Намаз оқымайтын адам бірнеше түрге бөлінеді. Біріншіден, егер намаз оқымайтын адам өзінің қастығы менен, жүрегіндегі Аллаға деген қарсылығы менен оқымаса, ол адам мұсылман деп есептелінбейді. Ал бірақ намаз оқымауды егер бір кісі әдеттенбегендігімнен қорқамын, намаз оқи алмаймын ба деп, оны алып жүре алмаймын ба деп қорқамын десе, ол кісінің бірнеше себебі бар. Біріншіден, ол кісі жалқау, болмайтын болса, Алланың дінін түсінбейтін надан. Алланың дінін түсінбеген адам әлбетте оған үлкен кешірім айтсе дағы Алланың білімінен, Алланы танудан қашқандығы үшін күнәһар болады. Ал жалқау адамның да бірнеше түрі бар екен. Егер ол кісі әдемі бір жалқау болатын болса, яғни өз жалқаулығынан қайтпайтын болса, онда ол кісі әлбетте мұсылманшылықтың атына кір келтіріп жатқан салауатты мұсылмандардың қатарына жатпайтын аты мұсылман біреу ғана болады. Ал егер әлгі жалқау кісі өзінің жалқаулығы бола тұра, барынша әрекет қылып, көріп, содан бірде оқып, бірде тастап кетіп жатса, немесе тек жұма намаздарына барып тұрса, онда ол жалқауға әлде қайда біраз кешірім бар. Дегенменен де жалқаулығын тастауды талап етіледі екен. Сонан соң, ораза айында тарапы намазы қандай болады дейді. Ораза айында тарапы намазын әрбір адам оқу сүннет болады. Сүннеті муаккада болады. Өзі сүннет болғанмен нәпіл намаздарының қатарына жататын бұл намаз тахаджуд намазының орнын басады. Сондықтан оразада арнайы тахаджуд оқып жатудың артықшылығы да бар. Тек тарапы намазын оқыған адам тахаджуд намазын оқығанмен тең болады. Ораза тарапының ұлылығы мен тарапы намазының тамаша өтуіменен, соған ерінбей, сабырлық иманменен, қатысуменен ғана әсем болса керек. Ораза айында тарапы намазын 20 ракағаттан оқу керек болады. Бұл пайғамбарымыздан қалған сүннет. Біреулер айтуы мүмкін, пайғамбарымыз 8 ракағат оқыған деп. Иә, пайғамбарымыз 8 ракағат оқығанмен аз оқыған. Бірақ пайғамбардың сахабалары, әсіресе Омар, өзінен өз емес, бәлки сахабалардың ижмаын, барлығын шақырып отырып келіскеннен кейін ижмаул умма деп аталынады. Ижмаус сахаба деп аталынады. Бұл үлкен орын алғаннан кейін сахабалардың барлығының келісімі бойынша 20 ракағат тарапы намазын оқу дұрыс болады, 8 ракағаттан гөрі. Сол үшін шариғатымызда
құптан намазынан кейін біз 20 ракағат тарапы намазын оқуымыз сүннет болады екен. Әрі осы 20 ракағат намазында біреулер айтуы мүмкін, Құран хатым қылуы шарт па деп. Иә, ораза айы Құран болғандықтан Құран хатым қылған, яғни бүкіл Құранның бәрін ораза айында оқып шыққан өте үлкен сауап болады. Ал шамасы жетпеген адам әлбетте Құран хатым қыла алмаса да, барынша бар білген сүрелерін салып, жаңа сүрелерді жаттап қосып, осы 20 ракағатты толтыруы жақсы болады екен. Тағы да көкейкесті бір үлкен сұрақтардың бірі Қадір түні. Біреулер Қадір түнінде Қыдыр баба келеді дейді. Және Қадір түні 27-сінде ма, 21-інде ма, қашан болады? Оның болғанын қашан білеміз? Және кетіп бара жатқанын неден білеміз? Қалай, не нәрсе екен өзі деп сұрап жатады. Қадір түні Ләйләтул Қадір деп Құранда сүременен белгіленеді, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда біраз хадистер бар. Хадистердің айтылуы бойынша Қадір түні періштелер келеді. Және періштелердің ішінде Жәбірейіл періштенің өзі де болады. Және Қадір түні Қыдыр бабаға ешқандай қатысы жоқ. Бәлки екеуінің сөздерінің аталуы осылай жақын болғандықтан халық аздап шатастырып та алған. Қыдыр дегеніміз, немесе Қызыр дегеніміз, бұл пайғамбар болған және дүниеден өтіп кеткен бір Исраил, Бану Исраил пайғамбарларының бірі ғана екен. Ол кісінің мәңгілік өмір сүруі Құран менен және біздің шариғаттағы ғылым менен үлкен дәлелденген. Қыдыр баба әлі күнге шейін тірі деген бұл сөздер жай ғана аңыз ертегі болып табылады. Қадір түні әрбір мұсылман адам ұйықтамай құлшылық етіп, яғни құлшылық етіп шығу керек. Алланы көбірек айтып, Құран оқып, не ілім оқып, не бір жақсы бір сауап істер істеп шықса, ол кісінің бүкіл күнәлары тазарып, тілегеннің барлығы орындалады. Қадір түні Рамазан айының ішінде жасырынған түн. Ғалымдардың есептеулері бойынша 1-21, 1-27-ге шейін есептеп келген. Өйткені пайғамбарымыз сол нәрселерге жақын айтқан. Бір хадистерінде пайғамбарымыз айтады: мен есімде жоқ, бірақ сол күні Құран түскен дейді. Сол күнді ғалымдар есептей келе 21-ші түн, 20-сынан 21-не қараған түн, немесе 26-сынан 27-сіне қараған түн деп есептеп шешті. Әйтсе дағы бұл әншейін ғана теория. Дәл тауып айту мүмкін емес. Дәл тауып білмегендіктен соңғы Рамазанның 10 күндігінің барлық тақ түндерінің барлығына Ләйләтул Қадыр деп аталып, сол түндерді ұйықтамай шыққан абзал болады екен. Ләйләтул Қадыр ол қадір деген мағынадан алынған, яғни өлшем, мөлшер деген сөзге дәл келеді. Мұның мағынасына алатын болсақ, осы кезде арнайы белгіленген түн болып, бүкіл адамдардың күнәсі кешіріліп, ұлы сауапқа қалып, бүкіл тілегінің барлығы орындалатын болғандығы үшін. Және Құранда айтылуы бойынша бір түннің сауабы 1000 айдың құлшылығынан абзал деп айтып жатады екен. Және сондықтан осы түнді қолдан шығарып алмай, барынша бір түн бойы құлшылық ету әрбір мұсылманның аңсаған арманы болуы керек деп ойлаймын. Және ораза мәселелеріне тағы бір қоса кететін нәрсе, бұл этикаф деген нәрсе. Араб тілінде иътикаф деп аталынады. Яғни өз-өзін мешітте ұстап отыру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 9 ораза тұтты дедік. Сол 9 оразаның барлығының соңғы 10 күндігінде өзін мешіттен шығармай, мешіттің ішінде құлшылық етіп, ұйықтап, тіршілік етіп сол жерде өмір сүрген. Және ақырғы ең соңғы жылы ол кісі 20 күн мешітте қалып отырған. Этикаф дегеніміз Алланың ризалығы қалап, Алланың үйіне барып, мешітке барып, сол жерде бір күн, бір түн ораза арқылы ибадатпенен дүние сөзін,
дүние тіршілігін азайтып отыру екен. Мешіттің ішінде тамақ жеуге, ұйықтауға, тіпті тауарын алып келместен сауда саттық жасап келісім шартқа отыруына және өзінің дүниелік тіршіліктерінің маңыздыларын орындауға рұқсат етіледі. Және мешіттен шығуға тек қана өзінің шұғыл бір қажетін өтеу үшін ғана шығылады. Солардың бірі жұма намазы және әжетхананың сыртта, моншаның сыртта болуынан. Әрбір мұсылман адам егер пайғамбардың өшіп бара жатқан сүннетін жандандырса, сол сүннетті жаңадан алып келген адамның сауабын алады дейді. Этикаф мәселесі көп жерлерде қалып бара жатыр және ұмытылып та кеткен. Осы ұмытылып кеткен сүннетті жаңарту әрбір мұсылманның мойнындағы бір борышы деп есептеймін. Бұл істі орындау сүннет муаккада алал кифая деген үкімге ие. Яғни бір ауылдан бір адам шығып этикафта, яғни мешітте отыру ісін жасамаса, қалған адамдарда күнәһар болып, сүннет ісін тәрк қылып тастаған менен тең болады екен. Алла тағала ораза айларынан ораза айларына жеткізе берсін. Және соңғы айта кететін нәрсеміз, әрбір мұсылман адам ораза айының қадірін біліп, оны өзіндік орнына қойып, жүрегінен ұлы бір орын беріп, жүрегінің төрін ұсынуы қажет болады. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирук ва атубу илайк. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.